Бүгінгі сабақта қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері Алдар Көсеннің әнін үйренетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақтағы домбыраны тез әрі жеңіл үйренудің әдісін есімізге сала кетейік. Домбыраның 7 нүктесі бар деп айтқан болатынмын, соның 4-ші нүктесіне. Мына 2 саусақ басылса, бұл 2 саусақ деп аталады. Төмен. Енді 3 саусақ басылды. Мына 3-ші саусақ бас бармаққа әрқашанда қарама-қарсы болады. Төмен қағыс. Енді 4 саусақ және 5 саусақ. Бас бармақ 2 саусақ, 1 саусақ. Тек қана сұқ саусақты басып тұрамыз. Ал егер арасында бір перне болса, бұны үлкен 2 саусақ дейміз. Үлкен 2 саусақ. Егер жақын орналасса, кішкентай 2 саусақ. Тағы да қайталайық. 5 саусақ, 3 саусақ, 2 саусақ. Үлкен 2 саусақ, бас бармақ, сұқ саусақ. Ендігі кезекте Алдар Көсе әнін толық тыңдап көрейік. Мен алдармын, сақалымды талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ шайтанды да алдармын. Мен көсемін, сусыз жерде өсемін. Әнді үйренбес бұрын ең алдымен әр тармағын буын-буынға бөліп талдап көрелік. Мен алдармын, 7 буын. Сақалымды талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ, шайтанды да алдадым. Мен көсемін, сусыз жерде өсемін. Деп кете береді. Яғни, естіп отырғанымыздай, 7 буын дегеніміз 7 қағыс, 7 дыбыс. Қарапайым формада жазылған 7 буынды өлең. 4-ші нүктеден манағы айтқан әдісімізді қолдана отыра 2 саусағымызды басамыз. 4-ші нүктеде 2 қағыс төмен жоғары, төмен жоғары. Тағы да қайталаймыз. Мен ал. Содан кейін 3-ші саусақты бас бармаққа қарама-қарсы қоямыз. 1 қағыс төмен. Содан кейін 5-ші нүктеге 5 саусақ. 4-ші нүкте, 5-ші нүкте, 5 саусақ. Жоғары төмен ашамыз. Бас бармақ қалады. Қанекей тағы да қайталайық. 2 саусақ төмен жоғары, 3-ке 1 қағыс, 5-ке жоғары төмен бас бармақ қана қалады. Жоғары төмен. Енді сөзімен ойнап көрейік. Мен алдармын. Саусақтарды айтып ойнап көрейік. 2, 2, 3, 5-ші саусақ. 5 бас бармақ. 1-ші тармағымыз. Мен алдармын. 2-ші мотив тура соның қайталауы. Сақалымды талдармын. 3-ші тармағы сәл өзгешелеу. Сақал түгіл мұртта жоқ. Яғни әр дыбыста 2 қағыстан, 4-ші нүктеден. 2-де 2 қағыс, сақал, 3-де 2 қағыс, түгіл, 5-де 2 қағыс, мұртта. Жоқ дегенімізді 5-ші нүктеге 5 саусақ. Жоқ, бірақ қағыс болады. Тағы да қайталаймыз. 2 саусақ, 2 қағыс, 3-ке 2 қағыс, 5-ші саусаққа 2 қағыс, және 5-ші нүктеге ауысамызда 1 қағысты жасаймыз. 4-ші тармағы, манағы 4-ші нүктеге 5 саусақ қайтып келеді де, 5, 1 қағыс. 2-ге жоғары, 3-ке 1 қағыс, 5-ке жоғары төмен, бас бармақ жоғары төмен. Тағы да қайталаймыз. Тек қана саусақты айтамын. 5, 2, 3, 5, бас бармақ.